Біз Instagram'дан кез келген видеоны жүктеп алып, және оны WhatsApp'пен жіберу үшін мінекей бізге ұнаған бір видеоны тауып аламыз Instagram'дан. Фотоны, сонымен қатар бәрін осылай жүктейді. Мінекей мына видеоны, мысалы, мен мына видеоны алғым келеді. Осылай мына бұрышына басамын, ссылка батырмасын басамын. Яғни сілтемесін көшіріп аламын. Одан кейін Google Chrome'ға кіремін. Insta downloader деп жазамыз. Мұнда көп варианттары бар. Мінекей бірнеше вариант. Әрине бірінші вариантты аламыз. Яғни рейтинг жоғары деген сөз. Вставить батырмасын басамыз. Download батырмасын басып жүктеліп болуын күтеміз. Мынадай жарнамалар шығып кетіп жатса, close батырмасын басып жауып тастаймыз. Мінекей видео бірнеше бөлікке бар болса, біріншісі және екіншісі шығады. Біріншісін мысалы басып жүктеймін. Download видео батырмасын басамын. Мына астында скачать деп шығады. Біз басамыз. Яғни жүктеліп болуын күтеміз. Қазір видео мінекей жүктеліп болады. Егер сіздерде видео жай жүктеліп жатса, Wi-Fi-дан болуы мүмкін, немесе мобильный данныйдан болуы мүмкін. Міне менде 2 сим карта тұр. Мына iPhone-да, мында Теле2 және Билайн. Мына жерде өшіріп тастап, сотовый данныйды өшіріп тастап, Wi-Fi-мен, немесе Wi-Fi-ды өшіріп тастап, сотовый данныймен көріңіздер. Және мына жаққа басып, скачанный файлға өтсеңіздер болады. Мына жақта жүктелген файлдар осы папкада сақталады. Android-та да осы сияқты. Ұқсас, екеуінде де бір файлы деген мынаның ішінде сақталады. Мына файлы деген папканың ішінен тауып алсаңыздар болады. Файлыға басып, Chrome'ға басып, міне жүктелген файлдар. Осыны басып ұстап тұрып, бүйтіп жіберуге де болады. Осыдан бұрын жүктеген, мінекей мынау жүктеліп болып қалды. Открыть батырмасын басамыз. Отправить деген, осыған басып отправить деп, мысалы мен мына адамға жіберемін WhatsApp'қа. Далее батырмасын басамын. Мінекей видео жүктелді. Отправить батырмасын басамын. Мінекей WhatsApp'қа кетті видео. Осылай еткізіп, видеоларыңызды жіберіп отырсаңыз,